Абай жолын айтқан кезде Бөжей мен Құнанбайдың арасындағы аманаты туралы ұмытып кетеміз. Не себепті? Өйткені біздің мектепте Абай жолы 2 сағат немесе әрі кеткенде 4 сағат қана беріледі. Бірақ бұл сондай ауқымды, былай қарағанда үлкен қазақ халқының 19 ғасырдағы тарихқа жазылмай қалған кейбір дәстүрлерін, кейбір қарым-қатынастарын, кейбір қасиеттерін көрсететін үлкен туынды. Бәлкім оны 20 сағатқа, бәлкім 19 сағатқа, бәлкім үйге тапсырма жіберіп, жазғы уақытта оқитын туынды ретінде белгілеп, бұл туралы бізде онлайн платформаларда бұған арналған осындай үлкен викториналар жасалуы қажет. Біз осындай мәселені ойлауымыз қажет. Біз былай құрғақ бір-бірімізді кінәлап айта бергеннен ештеңке өзгермейді. Жасалып жатқан жақсы дүниелер бар. Ол енді жүйелі шешімін тауып, тоқтамай осылай жүре беруі қажет деген ойдамын.